Мен Сыдықов Тілек Әмірұлы 1997 жылы 1 тамыз күні Семей қаласында дүниеге келдім. Менің өнерге қалай келген жайлы айтса, менің ата-анам өнер жолында жүрген адамдар, өздері де. Анам домбырашы, әкем виолончелист. Сол өнерде жүрген менің ата-анам мені де өнерге берейін деп шешті. Кішкентай кезімнен өлең айтып, биік сахналарда жүріп, КВН ойнап, талай. Сөйтіп өнер жолында жүріп, 2015 жылы Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық саз колледжінің жеке ән салу мамандығы бойынша сол колледжға түсіп, 2019 жылы сол колледжді тамамдап, 2020 жылы Қарағанды қаласында 54-51 әскери бөліміне отан алдындағы борышымды өтеуге кеттім. 2020 жылы осында естідім, Астана қаласында ән-би ансамблінде ерлер хорына набор жүріп жатқан. Сол кезде өзімді таныстырып, видеоларымды осы Астана қаласына, дәл қазіргі мен жұмыс істеп жатқан жерімізге видео жібердік. Содан осындай жолдамаларды ұтып алып, осы Астана қаласына келіп, қазіргі сәтте осы мамандық бойынша, хор бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Хоббиім өзім ән жазғанды жақсы көрем, аранжировка дейді ғой, жалпы қазіргі музыканттардың тілімен. Осы хорға деген, осы жігіттерге деген өзімнің идеяларымды, әндерімді жазуға тырысамыз. Және біз осы хор өнерін тек қана осы Қазақстанда емес, СНГ бойынша да өзіміздің TikTok желілерімізде, басқа да платформаларда көрсетіп жатырмыз. Былтыр 2024 жылы өзіміздің киноконцертімізді бердік. Жалпы сондағы әндерді таңдау кезінде де көп балалармен әңгімелесіп, қандай кинолар жалпы, қандай жанрда болады, қандай киноларды көрсетсек болады, актерский жалпы ойындар, сол жағында көп осы жігіттермен үлесімізді қосқан болатынбыз. Енді алдағы мақсатымыз осы жолдан таймау, тек жұмыс. Сіздердің қолдауларыңыз болса, біз жұмысымызда алдыға асырамыз деген ойдамыз. Жалпы менің әкем өзі 2015 жылы Қорғаныс министрлігінде Семей қаласында ансамбльда жұмыс атқарған. Мен де әке жолын қуып, сіздердің алдарыңызда отырмын. Рахмет.